Алтын бесік, Ақтөбе халқының санының артуы бүгінде әлеуметтік нысандардың ашылуына себепкер болды. Міне осындай жақсы жаңалық, яғни халық санының көбеюі, ел жастарының көп балалы болу тенденциясын ұстануынан 2013 жылы нөмірі 10 жалпы білім беретін орта мектебі ашылып, биыл Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында осы алтын ордамызға 8 жыл толып отыр. Бүгінге дейін номер 10 жалпы білім беретін орта мектеп әкімшілігі мен мұғалімдері қоғамның стейкхолдер, ата-аналар сын талаптарын тыңдау, кері байланыс жасау және мекеменің әлеуметтік жауапкершілігін орындау мақсатында қоғам үшін белсенділік танытып келеді. Білім саласындағы елеулі өзгерістерге қарамастан, мектеп ұжымы оқу-тәрбие саласында өзіндік үлес қосуда. Мектебімізден түлеп ұшқан шәкірттеріміз де мемлекетіміздің даму жолында қызмет етер маман иелері атанып жүр. Сондай шәкірттеріміздің бірі 2016 жыл түлегі Қылышбай Марленнің «Менің 10 мектебім» атты мектепке арнаумен сүйемелденген мектеп медиа шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Біздерді бақытты еткенің, биікке көктеп жеткенің, сағынып келем, сағына берем, менің 10 мектебім. Соңғы жыл көзде көңілсі, жүзде ұстазды біздерде қимай, уақытта өтті ұбыт бітті, қуаныш жүрекке сыймай. Ұстаздар білімен өрген жар, оқушы болашаққа сепкен гүл. Шыңдардан көрейін, ұстаздар мерейін, сіздерге әнімді төгейін. Соңғы жыл көзде көңіл сәл, жүзде ұстазды біздерде қимай, уақытта өтті ұбыта бітті, қуаныш жүрекке сыймай. Соңғы жыл көзде көңілсіз, жүзде ұстазды біздерде қимай, уақытта өтті ұбыты бітті, қуаныш жүрекке сыймай. Соңғы жыл көзде